Kengіз Құдеке. Мына еңбек сіздердікі. Екі баланың арқасы. Рахмет. Балаларды таныстырып жатқан. Сондықтан екі баламыз бақытты болсын. Енді бұл жай екі ортадағы сияпат қой. Мынау 5 күміс. Енді өзіңіз қалағаныңызға тарқатып бересіз. Енді ауыл алып болғаннан кейін телефонмен кімді атаймыз, кімді қоямыз демей алып келдік. Енді өзіңіз Құдағи өзі көңілінен шығарып беріп жатыр. Көмектеңіз. Ту тасташ телефоным. Мынау енді біздің енді өзіміздің жөн жоралғы өзі сондай. Мына жерде мынау тоғыздық деп келеді, мынау тоғыз орамалдарыңыз. Мынау тоғыз көйлектігі. Тоғыз көйлектігі. Анау қоржынның арағы. Қоржынмен бірге келетін қоржындарыңыз, қоржынның арағы. Енді мынау жаңа бізде тоғыздан жеткелік мынау тоғыз жағалы киті. Вот этим не относится, думаю, машина. Я помню, уже. Мынау анау не мынау Құданікі. Папа, идите. Мынау бізде ауылда тоғыздықтан жүреді. Тоғыз жаңалы киті. Енді мына қоржында мынау қоржын енді бізде мынау сізге мынау сізге міне мынау енді қоржынды өздеріңіз ашып дастарханға салып дәм тататын шығарсыздар. Енді сіздердің мынау екі қоржыны тәтті, анау мынау керекті заты. Міне мынау арақ шарап екі бала тәтті болсын деген мына тәтті корзинамыз. Міне тезірек немерелі болайық дегендегі. Мынау жеміс жидегі. Мына екеусі тойбастар. Мынау мінізге деп салған кілеміз. енді мына Құда мен Құдағидың астынан тоссын. Міне сіздердің саптарыңызда қандай екен? Маңыз. Ана қыз алмады. Арман тәте. Иә, сол қыз алмады. Мынау екеуі сен тойбастар, енді оны өздеріңіз реттейтін шығарсыздар. Екі тойбастар. Сол енді біздің заңымыз сол. Енді осыған риза болыңыздар. Екі баламыз бақытты болсын. Балалар мертіп жатса, бұдан да үлкен сыйлықтар екі ортамызда жалғасып жатады ғой. Балалардың амандығы мен саулығы болсын. Что мы? Гүлімді байқаңыздар. Сзади цветы мамины. Gel özür dilerim.